Қайырлы күн құрметті достар. Егер сіз Қытаймен бизнес жасайтын болсаңыздар, осы мобильный приложениеті сіздерге керек. Бұл 1688 сайты, мынау валюта, яғни мех деп айтамыз. Мынау Қытаймен бизнесте төлем жасайтын Alipay аккаунты. Мынау Қытайдың WeChat-ы. Мынау переводчик программасы. Ал мынау Қытайдың TikTok-ы. Яғни енді қараңдар, біз мына жерде 1688-ден бастаймыз. Ашып көреміз. Міне достар, қараңыздар. Мынау бірінші беті. Яғни мына жерде міне осы жерден көре бересіз тауарларды. Мына жерден. Енді қараңыздар. Бұл жерде сіздің көргенде сіздің іздеген тауарыңыз жоқ болуы мүмкін. Сондықтан оны мындай фотомен іздеп табуға, яғни жазып іздеп табуға болады. Енді қараңыздар, мынау екінші беті. Бұл екінші бетінде тікелей эфирлер осында жүреді. Мынау Қытаймен сөйлескенде жазатын дайрек сияқты. Ал мынау корзина. Мынау өзіңіздің жеке кабинетіңіз. Егер сіз Қытаймен бизнес жасап, тіркеліп жатсаңыз, осы сіздің жеке кабинетіңіз болады. Енді қараңыздар достар. Мына жерде поискке жазып іздейсіздер. Жазып іздеуге де болады. Енді мынау өздеріңіз көріп отыр, бұл фотоаппарат. Фотоаппарат осыны басып, фотомен іздеу дейді. Ең оңай әдісі осы. Осыдан бастаймыз достар. Міне фотомен іздеу дейді. Фотомен іздегенде галереядағы кез келген тауарды, яғни сіз Инстаграмнан басқа жерден көрген тауарларды скриндап алып, галереяға сақтап қоясыз да, галереядан іздеп таба саласыз. Міне көріңіздер, егер сіз сөмкені іздейтін болсаңыз, сумка, аяқ киім неше түрлі. Енді қараңыздар, біз аяқ киімді іздеп көрейік. Өз автоматты іздеп жатыр. Міне аяқ киімдер шықты достар. Енді осы аяқ киімнің бағасы неше түрлі, әртүрлі болады. 72, 75, бір дизайнда, бір үлгідегі тауарлар әртүрлі бағада болады. Өздеріңіз көргендей 72, 75, 1120, 85. Енді қараңыздар достар. Бұның себебі, бұның дизайны бірдей, үлгісі бірдей, бірақ бағасы әртүрлі болып тұр. Бұның себебі сапасына қарайды. Әртүрлі заводтан шыққандықтан сападары әртүрлі болады достар. Көріңіздер. 115 юан, 125 юан. Міне достар. Енді қараңыздар, қазір мен осы бір тауарды ашып көрсетемін сіздерге. Мына 72 юандық тауарды ашып көрсетейін сіздерге. Міне достар, көріңіздер. Міне жерде 72 юан деп тұр. Міне жерде 68 юан деп тұр. Енді қараңыздар, бір үштік алғанда 72 юан. Яғни 23-түкке дейін 72 юан. 23-түктен асқан кезде онда 68 юаннан береді. Яғни көп алған сайын арзан болады. Я, құрметті достар, бүгінгі сабақ осы жерге дейін. Бұл фотомен іздеу деп айтылады. Келесі сабақта кездескенше.